Ұстаз, рухы таза, ой өрісі биік, ұлты мен отанының болашағы үшін тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсететін, ізгілік пен кісілік, парасат пен пайым, жаңашылдық пен бауырмашылдық жақсылықтарын оқушы санасына терең ұялата білетін, жүрегі жылы, көңілі дархан, ұлттық тұлғаны тәрбиелеуші. Міне, осындай асыл қасиеттердің иесі, бүгінгі кейіпкеріміз 46 жыл білім саласында үздіксіз қызмет еткен педагогика ғылымдарының кандидаты, химия пәні мұғалімі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, аға мұғалім, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен еңбек ардагері медалі иегері, шебер педагог, химия оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерінің авторы Жұмаділова Роза Нұрмұхамбетқызы, мерейлі 70 жаста. Роза Нұрмұхамбетқызы 1955 жылы 9 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қаратал ауылында дүниеге келді. Әкесі Жұмаділов Нұрмұхамбет Ұлы Отан соғысына қатысқан. Ерліктері даңқ және Отан соғысы ордендерімен, сондай-ақ мерекелік медальдармен марапатталған майдангер. Әрі еңбек ардагері болса, анасы Жұмаділова Жамал да соғыс жылдарында тылдағы еңбегі үшін Сталин қол қойған еңбек ардагері медалін алған. Кейін көп жылдар ауыл шаруашылығында жұмыс істеген еңбек ардагері еді. Отбасындағы 5 ұлдан кейін дүниеге келген Роза 1962 жылы мектеп табалдырығын аттап, орта мектепті 1972 жылы өте жақсыға бітірді. Осы жылы Арманғала Алматыға келіп, білім ордаларының қарашаңырағы Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институтындағы жаратылыстану география факультетінің химия-биология бөліміне оқуға түседі. Білімге құштар жас студенттік жылдарында түрлі сайыстар, конференция, студенттердің ғылыми қоғамы жұмыстарына белсене қатысады. Топ старшысы міндетін атқара жүріп, 1977 жылы алғаш рет диплом қорғау енгізілгенде, педагогика мен химия әдістемесінен диплом қорғауы сәтті өтеді. Осы жылы оқу ордасын қызыл дипломмен аяқтайды. Дипломын алып, өмірлік жолдасы Тоқтарбекпен отбасын құрып, туған жерге барып, ұстаздық қызметке кіріседі. Роза Нұрмұхамбетқызы Зайсан ауданы мектептерінде 19 жыл қызмет жасады. Осы жылдар ішінде үлкен педагогтық мектептен өтіп, тәжірибе жинақтады. Тынбай еткен еңбек өз нәтижесін берді. Зайсан ауданы Мичурин атындағы Тірек мектебінде үлгілі ұстаз ретінде аудандық, облыстық, аймақтық семинарларда ашық сабақ беріп, ауыл мектебіндегі химия зертханасының жұмысын жандандырды. Ұстаздық қызметінің 8 жылында аға мұғалім атағын ұжымның ұсынуымен иеленді. Тек сабақ беріп қана қоймай, мектептің қоғамдық өміріне де белсене араласты. Жас болса да кәсіподақ ұйымының төрайымы ретінде мектептегі көптеген мәселелерді шешуге директормен бірдей араласты. Жақсы ұйымдастырушы бола білді. Мектептің совхоздың көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысуға да уақыт тапты. Ауылда жүріп аудандық, облыстық, педагогикалық оқуларға қатысып, іс тәжірибесін сол кездегі жалғыз әдістемелік журнал Қазақстан мектебіне жариялап отырды. Роза Нұрмұхамбетқызы 1996 жылы отбасымен бірге шешім қабылдап, Алматы қаласына қоныс аударады. Алматыда номері 81, 157, 176 мектептерде химия пәні мұғалімі ретінде қызметін жалғастырды. Ұстаздық қызметімен қоса, Алматы қаласы мұғалімдер білімін жетілдіру институтына әдіскер ретінде шақырылып, бұл міндетті қосымша атқарады. Қазақстан тарихында 1999 жылы тұңғыш рет төл оқулықтар дайындау мәселесі көтерілгенде, институт қабырғасындағы ұстазы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Иманмәлік Нұғманұлы отандық төл химия оқулығын жазуға, автор болуға шақырды.